Құрметті әріптестер, биылғы жылы ұлы ақын, философ, ағартушы, композитор, қазақ әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл. Оның шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани байлығы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абай және 21 ғасырда Қазақстан атты мақаласында жаңғыру өткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Шын мәнінде бұл ұлттық мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды көздейтін құбылыс. Бұл ретте біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңартуға, жаңа өмірге бейім болуға шақырған деген болатын. Бүгінгі біздің вебинарымыз Абай мұрасы деп аталады. Бұнда рухани жаңғыру орталығының ғалымдары Абай мұрасы туралы әңгімелейтін болады. Алғашқы сөзді философия ғылымдарының докторы, профессор Тілекжан Хасенұлы Рысқалиевқа береміз. Рахмет, құрметті әріптестер. Биыл шынында да Абайдың туғанына 170 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде, дүние жүзінде және біздің елімізде лайықты деңгейде аталып өтетін болды. Бұған ұйытқы болған президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі. Алғашқы халыққа жолдауында және Абай және 20 ғасырда Қазақстан деген бағдарламалы мақаласында ұлы ойшылдың шығармалары бүгінде өзектілігін жоғалтпағанын, Абайдың ой тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық болып табылатынын атап көрсетті. Абайдың 170 жылдығы жұпынылау атап өтіліп 2015 жылы. Мен қазақ әдебиетінің 2015 жылғы тамыздағы мерекелік нөмірінде жарық көрген ойшылдың менде санды бірімдек деген көлемді мақаламда Абайдың ойшыл философ ретінде біз үшін, қазақ халқы үшін қандай рөл атқаратынын сипаттап берген едім. Міне басы бірінші бетте мынадай үлкен бір мақала сол кезде жарық көрген 2015 жылы. Басқа мақалалар болмады. Абайдың осы жылғы тойына да мен қазақ әдебиетінде 2019 жылғы 22 қарашада жарық көрген Абай ілімі және бүгінгі қазақ философиясы. Бұны да көрсетіп қояйын. Бұны тағы бір екі бет, аржағында тағы бір бет бар. Және осы жылғы 1 қаңтарда жарияланған Абай философиясының қыры мен сыры деген көлемді мақалаларында өз үлесімді қоспақ болдым. Бүгін біздің Жәңгірхан атындағы университетте ғылыми кітапхана мен рухани жаңғыру орталығы бірігіп Абай мұрасы деген биік семинар ұйымдастырып отыр. Мен де философ ретінде осы шараға қатысып, Абайдың философиялық мұрасы жөнінде өз ойымды білдірейін. Абай туындыларында өзіндік ерекше философиялық пайымдау бар. Абай туралы орыс философы Михаил Бахтиннің сөзімен айтуға болады. Абай неміс классиктері сияқты кәсіби философ емес, ол ойшыл. Философ пен ойшылдың арасына әрине шек қоюға болмайды. Философия дегені өзі ойлау өнері, яғни логика, абстракты немесе формалды логика емес, нақты жағдайды нақты талдайтын, әр нәрсенің жөнін, қисынын көздейтін өміршең логика. Ойшылдың да көздейтіні осы. Ойшылдың сөзінде, пікірінде қарапайым философиялық ойлар жүзеге асып жатады. Философ пен ойшылдың арасындағы айырмашылықты кәсіби философия мен көпшілікке бағытталған қарапайым философияның арасындағы айырмашылық арқылы түсіндіруге болады. Егердің философиясы кәсіби ғылыми философия, Абайдың философиясы қарапайым философия, яғни популярная философия. Қарапайым дегенде тайыздау деп түсінуге болмайды. Абай тайыз емес, сұңғыла терең ойшыл. Философия әлемінде Гегель мен Абайды салыстыруға боламайды деп ойланыңдар. Мәселе философияның теориялық деңгейінде емес. Гегельде әрине бәрі бар. Бірақ күнделікті өмірде адамды мазалайтын сұрақтарға, тіпті Канттың сұрақтарына да мен не біле аламын, мен не істеуім керек, мен неге үміт арта аламын, адам деген не деген сұрақтарға нақты жауапты Гегельден немесе Маркстен гөрі Конфуцийден, Сократтан, Монтеньден, Паскальдан, Пушкиннен, Достоевскийден, Толстойдан біздің Абайдан табуға болады. Абай осындай ойшылдарға көбірек ұқсайды. Кәсіби философия, Гегельдің философиясы арнайы топқа, элитаға бағытталған. Гегельдің пікірінше философия кез келген адамның кәсіби емес.
Ал абайдың философиясы, жоғарыда аталған Сократтың, Толстойдың философиясы кез келген адамға да. Кәсіби философия ғылыммен, теориямен астасып жатыр. Ақылға сүйенеді, сыртқы дүниеге көбірек көңіл бөледі. Ойшылдарға тән қарапайым философия адаммен айналысып, адамды танып түсу үшін ғылымнан гөрі әдебиетке, өнерге, дінге сүйенеді. Адамның өміріне, тұрмыс тіршілігіне, қарым-қатынасына, көңіл күйіне назар аударады. Қарапайым философияда ақылға жүгінеді, сонымен бірге парасатқа, сезімге, эмоцияға, жүрек қалауына жүгінеді. Абайдың философиясы тап осындай философия. Абайдың сөзін, ойын кез келген адамға жақын қылатын қасиеттері даналық, түсінік, тәлімгерлік. Абайдың философиясы мен даналық философиясы, түсінік философиясы, тәлім-тәрбие философиясы деген анықтама беріп жүрмін. Мен үшін нағыз философия тап осындай болуы керек. Батыста белгілі бір шамада бізде де философияны ғылым деп, антология, гносеология, методология, социология деп түсінеді. Мұндай философияның болғаны бар екені рас. Бірақ мұндай философияда даналық жоқ, түсінік жоқ, нақты адам. Мұндай философия адамнан, өмірден алшақ. Абай үшін, ол қадір тұтқан Сократ үшін философия ең алдымен даналық. Абайдың кез келген өлеңінен, қара сөздерінен ден қойған адам тұнып тұрған даналықты таба алады. Бұл жөнінде мен философия тарихы деген кітабымда жоғарыда аталған мақалаларымда тарқатып жаздым. Абайдың философиясын мойындау жеткіліксіз, оның қандай философия екенін ашып көрсету керек. Бұл туралы да мен өз ойымды білдіргенмін. Абайдың ілімі сөзі қазақ философиясының ерекше түрі. Сонымен бірге ол дәстүрлі философиямен, әлемдік философиямен үндесіп жатыр. Қайталап айтамын, философияның негізгі төл анықтамасы даналық. Даналықтан тыс жатқан философия мен философия деп есептемеймін. Демек, Абайдың ілімі даналығы мен әлемдік философиядан лайықты орын алады. Философияның өмір сүру, жүзеге асу жолы, сұхбат, диалог, пікір алмасу, шешендік өнер. Абай ілімінен мұның бәрі табылады. Философияның бетке ұстаған нысанасы адам, адамның дүниеге қатынасы, дүниедегі орны. Абай ілімінде бастан аяқ адам туралы сөз болады. Адам болудың жолдары, толық адам, адамның адамгершілігі, ары, ұяты, махаббаты, дүниедегі орны, міне осының бәрі Абай туындыларында жан-жақты сөз болады. Абайдың сендегі кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам, орын таппай бақтанба, пайда ойлама, ар ойла, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, әсемпаз болма әрнеге, атымды адам қойған соң қайтын адам болайын деген сөздері есті адамға ой салары анық. Демек, Абай ілімінде дәстүрлі философияға тән антропологиялық ұстанымда бар деп айталамыз. Неміс философы Кант өзінің антропологиясында жоғарыда келтірілген сұрақтарды қояды. Соның біреуі, мен неге үміт арта аламын? Бәріне де тіпті Құдайға да үміт артуға болады дейді. Бірақ түбінде бәрі адамның өзіне келіп тіреледі. Осындай күрделі сұрақ төңірегінде Абай да ойланып болған. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әулет еді ішіне қулық сақтап, өзің есен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап деп Канттың сұрағына өзінше жауап береді. Батыстағы герменевтикалық бағытты біз түсінік философиясы деп атадық. Түсінік даналықтың нақты көрінісі. Түсінік философиясы Абайда да бар. Абайда адам туралы, адамның кейбір кездері туралы, дүние, өмір, ар, ұят, білім, ғылым, дін, достық, махаббат туралы терең түсінік бар. Абайдың терең ойды алға тарта беруі адамға қатысты нәрселерді танып қою аздық ететінін, оларды жете түсіну керектігін негіздеп тұрған. Абайдың даналығын, түсінігін ескендір патшаға қаратып айтқан бірақ сөзінен аңғаруға болады. Мықтымын деп мақтанба, ақыл десе, мықты болсаң өзіңнің нәпсің. Әлемдік философияда, соның ішінде шығыс философиясында адамның өзін-өзі билеуін, өзін-өзі жеңуін кісілік қасиет деп біледі. Абай адам қалай толық жетілген тұлға болады деген сұрақ қояды. Оған қысқа да нұсқа, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек деп жауап береді. Тағы бір жерде үш ақ нәрсе адамның қасиеті, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек деп өз ойын нақтылай түседі. 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүректі айтыстырып, ақырында ақыл мен қайратты жүрекке бағындырып қояды. Өте орынды. Әйтпесе ақыл мен қайрат өзін білімдікке, әлімжеттікке салынып, көп нәрсені білдіруі мүмкін. Абай, адам өмірінде бәрі жүректің қалауымен болады дейді. Адамды адамға қосатын жүрек, махаббат та жүректісі, Құдайды да қалайтын жүрек. Абайдың жүрекке ерекше мән беруде даналықтың нышаны. Батыс философиясында ақыл, разум туралы көп айтылады.
қайратқа да дүниені өзгертуге де баса көңіл бөлінеді. Бірақ жүрек туралы сөз болмайтын еді. Тек Блез Паскаль деген француз философы ғалымы таным құралдарының қатарына жүректі қосады. Жүрек туралы пайымдауымен абай тағы да әлемдік философия деңгейінен көрінеді. Классикалық неміс философиясының айтарлықтай жетістігі диалектиканы теория, метод және белгілі көзқарас ретінде жан-жақты дамытқаны. Диалектикалық пайымдау абайға да жат емес. Осы жағынан да ол әлемдік философиядан өз орнын табады. Абай бір өлеңінде өмір жолы тар соқпақ, бірі иген жақ, иілтіп екі басын ұстаған хақ, еңбек жолда қиянат келістік жоқ, құлап кетпе турашы көзіне бақ. Бұл сөздер өмірдің күрделі қайшылығы екенін, өмірде дүниеде қарама-қарсылықтар орын алатынын, олардың бірлігімен күресін танып білу керектігін білдіреді. Диалектиканың қарама-қарсылықтардың бірлігімен күресі деген заңы бар екенін ескерген. Тағы бір жолдарға назар аударсақ. Жас қартаймақ, жоқ қылмақ, туған өлмек, тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек, басқан біз көрген қызық артта қалмақ, бір құдайдан басқаның бәрі өтеді. Қазақтың дүние жалған деген сөзді ескерсек, өмір заңы туу, пайда болу, өмір сүру, сосын жоқ болу. Диалектиканың терістеу деген заңы осылай. Диалектикалық пайымдау деген осы. Өмір дүние деген ағып жатқан су екен, жақсы жаман көргенің ойлай берсең ой екен дейді абай. Бұл да шындық. Және ол құрғақ теория емес, өмір сабағы, әркімнің басына өткен жай. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгін өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасын білемісің, өлмек үшін туғансың ойлашы. Диалектика өкілбілтелеуді білмейді. Бәрі уақытша, бәрі өткінші, ертеңгі бүгінгінің қарама-қарсы жағы деп ашы сынықты зайыпсалды. 20-ші сөзінде де абай диалектикалық ойлаудың үлгісін көрсетеді. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұрады. Ғұлама жазушымыз Мұхтар Әуезов абайды әлемге танытқан шығармасын абай жолы деп өте дұрыс атаған. Жол деген киелі ұғым. Философия адам жолына, ғылым жолына, тарих жолына, дін жолына ерекше мән береді. Осы жолдан тағылым іздейді. Бүгін де бізге керегі абай жолы. Мен елімізге, халқымызға, ел билейтін азаматтарға, қазақ мәдениетіне, қазақ философиясына бетке ұстар бағдар ретінде осы абай жолын ұсынар едім. Абай жолында, абай ілімінде бізге қажет нәрсенің бәрі бар. Нарықта, бізге лайық демократияда, бәсекелестікте, ғылым білімде, адамгершілік қалыптары да бар. Тек абайды оқып түсініп, абай ілімін игере білу керек. Абай мұрасына бүгінгі күн, ертеңгі күн тұрғысынан қарау керек. Менің бір мақалам қазақ философиясының үлгісін абайдан табуға болады деп аталады. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың асыл сөзді іздесең де абайды оқы ерінде, адамдықты көздесең жастап соқы, көңілге деген сөздермен мен сөзімді аяқтайын. Қазақта оқығанды көңілге тоқу деген сөз бар. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың жастап соқу көңілге дегені осы. Абайды оқып жаттап алу жеткіліксіз, абайды оқып тоқу түсіну керек. Бұл да жеткіліксіз. Абай жолымен жүру керек. Абай жолы 5 нәрседен қашық болу, 5 нәрсеге асық болу. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Елжан Хасенұлы, мінекей сіз абайдың мұрасыменен, философиялық көзқарасыменен молынан таныстырдыңыз. Енді следующее слово предоставляется кандидату философских наук, директору Центра Рухани жаңғыру Есенгалиева Венера Бакировна. Венера Бакировна, сөз сізде. Не слышим, да, Венера Бакировна? Венера, қайдасың? Все, спасибо. Слышно? Слышим. Так, уважаемые коллеги, конечно, я приветствую. Используя сегодня современные технологии, мы сегодня дистанционно проводим такое хорошее, большое мероприятие. Этот год юбилейный год, поэтому в течение года у нас еще было и еще впереди будет очень много мероприятий, посвященных Абаю. Хочется сказать, что вообще Абая для мира открыл выдающийся писатель Мухтар Ауезов. Вы все прекрасно знаете, что роман-эпопея Мухтара Ауезова «Путь Абая», да, который состоит из 4 книг, в котором как раз-то в полной мере раскрывается многогранная фигура Абая Кунанбаева. И когда эта книга переведена была на другие разные языки, то в комментариях, в исследованиях даже были такие комментарии, вот я читала в интернете, что некоторые писали о том, что они даже не знали, кто такие казахи. Теперь благодаря
благодаря книге Мухтара Ауезова они теперь узнали, кто такие казахи и кто такой, конечно, Абай. Фигура Абая многогранна, как сказал Длежан Хасенович, да, его можно, значит, Абая видение, целый спецкурс можно читать и до конца исчерпать все наследие культурное Абая невозможно, но мы, конечно же, во время своих занятий по социальным гуманитарным дисциплинам обязательно всегда опираемся на труды Абая. Специально Абаю мы выделяем лекции, читаем по Абаю, потому что это очень важно, это наша, так скажем, ценность, это кладезь нашей национальной культуры. Мне бы хотелось немножко остановиться на словах назиданий Абая. Это действительно слова назидания, это своего рода краткие такие притчи или философские трактаты, состоящие из 45 слов. И если мы будем рассматривать годы написания этих слов назидания, или Абайдың Қара сөздері, да, с первого слова и до 45-го слова проходит 8 лет. То есть надо сказать, что слова назидания Абая это не просто Абай сидел и, взяв в руки перо, и начал писать, да, значит, один за другим писать свои слова назидания, а это действительно то, что прошло через его жизнь, прошло через его сердце, через его разум, да, какой это след, отпечаток, через опыт его жизни прошло, и вот это он, значит, написал на бумаге. Даже в первом слове он как раз говорит о том, что близится конец моей жизни, и вот свои последние силы на что бы потратить. И он разные себе варианты предлагает. Он говорит, может себя потратить на то, чтобы, значит, как бы помогать управлять народом. Он говорит, нет, для этого нужны определенный такой энтузиазм, нужен, такие нужны силы. Затем он говорит, может тогда мне посвятить последние свои дни силы, так скажем, на то, чтобы, значит, науку развивать. Но опять-таки у него пессимистический такой, значит, настрой. Он говорит, вот, я не вижу тех, кто бы стремился к этой науке, да, значит, и в итоге он может предаться Богу. Для этого нужна полная гармония души, он говорит, внутри, нужна тишина внутри, да, и в конце концов, выбрав себе вариант, он решил взять в руки письмо и написать свои мысли. Если кто-то с его мыслями согласится, как сам Абай пишет в своем первом слове, и примет его, значит, мысли, то хорошо. Если же кто-то с ним не согласится, то эти мысли останутся при мне. Вот так вот Абай начинает слова назидания. Слова назидания Абая, они разного характера. Как вот только что Длежан Хасенович говорил, что есть и с метафорой связаны, когда сила, разум, сердце, наука и сердце спорят между собой, что важно для человека. Есть, значит, вот второе слово, когда он сравнивает казахов, русских, татар и узбеков, да, и здесь он говорит, что у каждого народа есть чему поучиться, что мы не всегда можем, что вот как бы в своих вот этих вот словах назиданиях они немножко такой вот не то что пессимистическое, а я бы сказала, такой вот немножко некая такая критика есть у Абая. Но надо сказать, когда Абай критикует свой народ, это не значит, что он не любил свой народ. Он, наоборот, очень переживал за свой народ. Он переживал за то, что его народ должен жить лучше, что он должен совершенствоваться. Как сегодня мы говорим, в Рухани Жаңғыру есть такое направление программы, как открыть сознание. Вот я бы сказала, что Абай как раз-то вот это вот призыв именно своего народа, казахского народа к открытости сознания является главной как бы чертой, что мы должны перенимать у многих народов все лучшее и не оставаться на одном месте, а постоянно совершенствоваться. Но говоря вот о разносторонности его слов назидания, я бы хотела немножко остановиться и на его 17-м слове. Я обычно студентам это 17-е слово всегда читаю. Почему? Потому что это идет об одежде. Об одежде. Здесь Абай пишет о том, что человеку к лицу чистая, опрятная одежда. Плохо, когда он ходит, допустим, там неаккуратные, значит, там, может быть, грязной одежде. Но, говорит, еще хуже, когда человек кичится своей одеждой.
Вот именно Абай сегодня в этом слове говорит о том, что есть две категории щеголей. Ну, на казахском он говорит кирбизердің екі түрі бар. Есть две категории щеголей. Одни там смотрят в зеркало, подрисовывают свои брови, там поправляют свою бородку там, и так далее. Но почему-то вот когда он говорит об этом, он говорит именно о мужчинах. И есть вторая категория щеголей, которые, значит, из этой одежды, эта одежда у них не просто одежда, а это средство для существования своего рода. То есть хорошая лошадь или там хорошая одежда, вложение в этой одежде, это своего рода является именно как бы средство существования. И Абай говорит о том, что это все постыдно и глупо, что человека должно его возвеличивать не то, что на нем одето, а человека должно возвеличивать в первую очередь его ум, честь и совесть, и больше ничто. И глуп тот человек, который хочет возвыситься другим способом, говорит Абай. Это действительно правильно. Именно сегодня, когда мы говорим о молодежи, мы с вами все сидим педагоги здесь, да, и в нашем учебном процессе мы не просто даем знания, а стараемся и давать элемент воспитания. И вот для наших студентов очень важно, когда сегодня очень много придается как бы внешней оболочке человека, форме больше придается значение, нежели внутреннему содержанию, нежели, значит, именно самой культуре внутренней человека. Вот Абай как раз-то вот в 17 слове об этом говорит, что у человека все должно быть прекрасно. Словами Чехова можно сказать, что и лицо, и душа, и одежда должно быть. И, к сожалению, когда сегодня приоритеты меняются, именно вот это внутреннему содержанию, внутренней культуре человека, внутреннему как бы его воспитанию, вот именно каким-то нравственным, моральным качествам сегодня мало уделяется внимания. И это очень актуально, даже его 17 слово, которое написано очень давно. Надо сказать, что когда мы говорим о словах, у него есть слова назидания, посвященные религии, очень много, значит, есть поучительного характера, прям, я думаю, что некоторые слова назидания можно брать и вывешивать в стенах школ, потому что они носят такой мотивационный характер и очень актуальны именно сегодняшнему, нашему дню. Поэтому, наверное, Абай это классика не только казахской литературы, но и казахской философии, и вообще в целом казахской культуры, потому что все те идеи, которые он пропагандировал именно в своих трудах и в своих песнях, своих стихах, своих философских трактатах, притчах, они содержат глубокий философский смысл, который касается в первую очередь экзистенции, то есть существования самого человека. Поэтому Абай, как здесь Лежан Хасенович говорил, как и Пушкин, Достоевский для русского человека, да, так и для казахского народа, Абай это великий философ, великий мыслитель на все времена. Ну, и заканчивая свое выступление, я хотела своих коллег поздравить с окончанием второго семестра. Значит, учитывая сегодняшние ситуации, қазіргі заманда мына біздің басымызға осындай сынақ түсіп жатыр, осы сынақтан біздер өтіп, жайлап сессияға жақындадық, сондықтан болашақта бәрімізге ең біріншінде денсаулық тілеймін, болашақта осы оқу жылын бітіріп, келесі оқу жылға күш жинап, белсенді оқу процесіне қатысамыз деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет, Венера Бакировна. Енді келесі сөзді біздер Рухани жаңғыру орталығының магистрі, аға оқытушы Саркулова Галия Асталықызына берейік. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы немного остановиться на некоторых идеях Абая. Нам сейчас уже говорили, большую роль играет идея Абая сейчас, в современном мире. Они актуальны во все времена, особенно сейчас, наверное, как Венера Бекерна говорил, действительно сейчас время испытания, такое непростое время, когда как бы является истинная суть человека, истинная суть нашего общества, нашего государства. Главная идея Абая является, главный постулат, главный этический идеал Абая – это Адам был, будь человеком. То есть какое бы время ни было бы, какие бы испытания не приносило бы там, не было в нашем обществе, человек всегда должен оставаться человеком. Вот это самое главное. К сожалению, мы замечаем, как человек теряет свои качества. Поэтому я считаю,
что идеи Абая, учение Абая должно лечь в основу воспитания подрастающего поколения. То есть не просто должно быть дань моде. Вот юбилей Абая, и про него вспомнили, а потом благополучно забыли. Учение Абая, идеи Абая должны изучаться всегда. Да, вот как в Китае в основе лежит учение Конфуция, так и у нас в основу всего воспитания, всей государственной идеологии должно лечь учение именно Абая и его идеи. Как никогда актуальны слова назидания. Сейчас Венера Бекермур сказал, какие основные идеи в словах назидания принимает, с какой целью он писал. Я хочу остановиться на таком моменте. Абай пишет в словах назидания: «Не пойму, как я отношусь к своему народу, питая к нему неприязнь или же люблю. То есть, люблю я свой народ или ненавижу». Тоже такие вот своеобразные слова, да, очень дается такая критика казахского общества, казахского мышления. И зачастую у студентов тоже возникает вопрос, то есть как Абай относился к своему народу. И обычно я стараюсь проводить такую параллель с учением русских философов, да, в частности, с учением Петра Яковлевича Чадаева. У него есть тоже такие свои философических письмах. Чадаев тоже очень критикует Россию. И там тоже звучит такая очень суровая критика. И в то же время, когда Чадаева обвиняли в том, что он не патриот, у него есть такие очень хорошие слова. Я не могу любить свою родину с закрытыми глазами, стоя на коленях. То есть не видя всего того, что происходит в обществе. Да, то есть истинный патриотизм проявляется в том, что действительно человек болеет душой за свою страну, за свой народ, поэтому и отмечает те проблемы и недостатки, которые характерны для этого общества, и старается их исправить, показывает путь. Также вот в словах назидания Абай это не просто, в словах назидания это не просто советы Абая, а это своеобразное как бы собеседование, это как бы своеобразная исповедь Абая. И Абай ставит проблему, а дальше уже человек должен как бы вывод сделать сам. То есть он не навязывает свою точку зрения, а каждый человек должен делать сам. Поэтому я считаю, что слова назидания надо не просто давать в школе, обычно старший класс их изучает, мы в университете в ходе курса философии даем, но и каждый человек должен время от времени, наверное, читать и делать какие-то определенные выводы, да, обращаться за советом к Абаю. Дальше я хотела бы отметить Абая как переводчика. Да, особенно сейчас актуальны идеи межнационального согласия, и в том числе и у нас в стране. И здесь можно отметить Абая как раз идеолога толерантности. Именно благодаря Абаю казахский народ узнал произведения Лермонтова, он много его переводил, произведения Пушкина, басни Крылова. Зачастую даже мы иногда читаем, например, переводы Абая, Крылова и того же Пушкина, и даже не воспринимаем, что это стихи на самом деле Пушкина, мы воспринимаем уже как свое. Вот в этом плане Абай сыграл очень большую роль. Можно сказать, также очень подчеркнуть такие идеи Абая, как мы сейчас говорим, очень модное слово меритократия, оценивать человека по его достоинствам. Да? И то же самое Абай говорит, то есть человека нужно оценивать не по его статусу, не по его происхождению, оценивать человека надо, исходя из его достоинств, из его качеств, и таким образом продвигать его. Да? Вот, тоже очень актуально, особенно сейчас, когда вот такие вот ценности выходят и заменяют совершенно иными. То есть получается, я сейчас буквально остановился на некоторых идеях Абая, а они актуальны всегда. И еще говорю, что Абая надо читать, над Абаем надо думать и размышлять, делать определенные выводы. Все у меня. Спасибо. Рахмет, Мария Сауалқызы. Құрметті әріптестер, қазір біздің вебинарымызда 5 институттың оқытушылары, ғалымдары қатысып отыр. Сондықтан өздеріңіздің ойларыңыз болса, Абай мұрасы туралы, Абай туралы айтуларыңызға болады. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз, бар ма? Экономфак, агрофак, кім бар бұл жерде? Полиция. Ойларыңыз Абайдың мұрасы туралы. Абайдың өзі айтады ғой. Болмасаң да ұштаппақ бір ғалымды көрсеңіз деп. Біздер, яғни өзіміздің артымыздағы ұрпаққа үлгі екенбіз. Ғалым адамға ұқсатпақ дейді. Ондай болмақ, қайтпа деп, қайда деп айтпағымды түсінсеңіз дейді. Біздің ғалымдарымыз не айтады екен Абай мұрасы туралы? Бар ма айтып тыңдаңыз? Жоқ та, ешкім ештеңе айтпайды. Онда бүгінгі вебинарға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет.
Абайдың сөзі халықтың бойтұмары, Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті қазынасы деп бүгінгі вебинарымызды аяқтаймыз. Алда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Абайды оқиық, Абайдың мұрасынан рухани азық алайық. Ол үшін біздің Парасат ақпараттық білім беру орталығында Абайдың еңбектері, жаңа Венера Бакердің айтып кеткен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы орыс тілінде, қазақ тілінде бәрі де бар. Келіңіздер, көп рахмет қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар.